Ешкім де сізден күшті емес. Ешкім сізден ақылды емес. Тек олар сізден ерте бастаған. Егер сен бір нәрсе ойлап таба алсаң, демек оны жасап шығара аласың деген сөз. Ұлы ойлар идеяларды талқыға салады. Орта дәрежедегі ойлар жаңалықтарды талқыға салады. Ал ең төменгі дәрежедегі ойлар адамдарды талқыға салады. Адамның көзін құрту үшін көп нәрсе керек емес. Оның айналысып жүрген ісін көзге ілмей қойсаң болғаны. Ешқашан уақыт жоқ деп айтпаңыздаршы. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Томас Джефферсон, Пастера, Хелен Келлер, Альберт Эйнштейндерде қанша уақыт болса, біздерге де бірдей уақыт берілген. Адамның бәрінде арман бар. Барлығы қиялдай алады. Айырмашылық әрекет етуде ғана. Ай мен күнді салыстыруға келмейді. Олар өз уақыты туғанда жарқырайды. Сондықтан өзіңді басқамен салыстырма. Егер кері шегінсең, өкінетін боласың. Сол үшін батылдана алға ұмтыл. Ертең жоқ. Кешіктірмеңіз. Қазір жасаңыз. Кейінірек. Ерте ме кеш пе сіздің арманыңызды сізбен бірге көметін қауіпті ауру. Өзгенің емес, өзіңнің мақсатыңа жет. Екінші болма. Табыс бақыттың кілті емес. Бақыт болса табыстың негізгі кілті. Егер сізге өз ісіңіз ұнаса, сіз міндетті түрде табысқа жетесіз. Ой барлығының да бастамасы. Ой арқылы бәрін басқаруға болады. Сондықтан да ең бастысы оймен жұмыс жасауды жетілдіру қажет. Әр адамның өмірінде басты қарсылас бар, және бұл ол өзі. Аяғыңнан сүрінсең, тұрып кетерсің. Тіліңнен сүрінсең, құрып кетерсің. Өміріңді қиындатпа. Егер адам білімі мен ақылын жалпы мидың күшін басқада болмайтын ойларға емес, тек нәтиже беретін істерге жұмсаса, оның өмірінде қиындық аз кездесер еді. Сонда өмірінде ауыр ойлар туғызатын дүниелер мүлдем болмауы да мүмкін. Сүйікті ісіңмен айналыс. Кәсіпті кәсіпке айналдырудағы басты қағида қатты қалап, көңіл құлаған іспен айналысу. Мысалы, мен тек өзім айналысқым келетін іске барымды салдым. Тынбай еңбек еттім. Мидың күшіне сендім.